Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. 3-ші сынып, 91-ші сабақ, бөлім атақты тұлғалар, сабақтың тақырыбы болымды және болымсыз етістік. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру, болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын анықтау, мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып мәтін құрау, компьютерда теру. Тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру. Балалар, өткен сабағымызды еске түсірейік. Іс-әрекеттің жүзеге аспауына қарай етістік болымды және болымсыз етістік болып екіге бөлінеді. Болымды етістік қимыл іс-әрекеттің жүзеге асуын білдіреді. Мысалы, келді, жүрді, сөйледі және тағы басқа. Ал болымсыз етістік қимыл іс-әрекеттің жүзеге аспауын білдіреді. Болымсыз етістіктің жасалуы. Болымсыз етістік негізгі немесе туынды түбір етістіктерге ма, ме, ба, бе, па, пе жұрнақтарының жалғануы арқылы жасалады. Мысалы, айтпа, қалма, жазба, күлме, кешікпе және тағы басқа. Етістіктің есімше тұлғасы мен жоқ, емес сөздерінің тіркесуі арқылы жасалады. Мысалы, өшірген жоқ, өшірген емес және тағы басқа. Балалар, бірінші тапсырманы мұқият тыңдаймыз. Ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба. Орын таппай баптанба. Құмарланып шаттанба. Ойнақ босқа күлуге 5 нәрседен қашық бол. 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз. Ендеше балалар, тыңдалым бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Өлеңнің авторын ата. Өлеңнің жалғасын айтып көр. Өлеңдегі негізгі ой не деп ойлайсың? Өлең неліктен ғылым таппай мақтанба деп аталған? Өлеңді көшіріп жаз, болымсыз етістіктердің астын сыз. Жарайсыңдар, тамаша балалар. Жауаптарыңды дұрыс нұсқамен салыстырып көріңдер. Өлеңнің авторы Абай Құнанбайұлы 1845-1904 жылдар аралығында өмір сүрген. Қарқаралы, Семей облысында туған. Ол ақын, ағартушы, жазушы, аудармашы, философ, композитор, саяси қайраткер. Өлеңнің жалғасы: тілеуін өмірін алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой. Өте жақсы балалар. Жастардың өнімді еңбек етіп, ғылым мен білімге ұмтылуын алға қойған
мақсатқа жетуде табандылық көрсету. Міне, осындай асыл қасиеттерді дәріптеген екен Абай атамыз. Жарайсыңдар балалар, тамаша. Ал енді балалар, болымсыз етістіктерді тексеріп көрейік. Мақтанба, мақтанба, баптанба, шаттанба. Дұрыс, тамаша, дұрыс айтасыңдар. Бұл болымсыз етістіктер.